Баршаға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте нәзік, өте дәмді творожный чизкейктің рецептін көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майымызды алып, оның үстіне қантты қосып, барлығын шаншқымен араластырып аламыз. Енді оның үстіне бір жұмыртқамызды жарып, ұнымызды електен өткізіп отырып, қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды електен өткізетін кезде, оның үстіне қопсытқышты саламыз, барлығын електен бірге өткіземіз. Міне бізде қамыр дайын, осындай жұмсақ қамыр шығу қажет. Енді қамырымызды алып, кішкене бетін жауып, демалтырып қоямыз. Ал ендігі кезекте ішіне қосатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін менде творогымызға 3 жұмыртқаны жарып саламыз. Үстіне қантымызды қосып, барлығын араластырып, блендермен езіп аламыз, бір тегісте етіп. Достар, барлық қажетті заттардың мөлшерін астында описаниеға жазып қалдыратын боламын. Міне біздің салмамыз дайын. Енді оны қоюлату үшін үстіне крахмалымызды қойысып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Ал енді қамырымызды алып, біреуін кішкентай, біреуін үлкен көлемде, екеуін ортағасынан бөліп аламыз. Сосын формамызға жайғастырамыз. Сосын жаңа кішкентай қамырымызды алып, жандарына қойып шығатын боламыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді оның үстіне жаңағы салмасын қоямыз. Барлығын бір тегіс етіп, 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пешкасы әртүрлі, өздеріңіздің пештеріңізге байланысты градусын қоясыздар. Міне достар, біздің чизкейгіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Формадан біз әбден суығаннан соң барып алып, сосын барып кесетін боламыз. Достар, біздің пирогымыз, яғни чизкейгіміз өте дәмді, өте нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қош сау болыңыздар.